Макс дүниеге келген сәтте-ақ оның ғажайып келбеті жанындағы 3 дәрігердің өмірін қиды. Мұны көрген ата-анасы қатты қорқып, оның бетін бинтпен орап тастайды. Содан бері Макс өзінің шынайы түрін ешкімге көрсете алмады. Уақыт өте келе ол қатты күйзеліске түседі. Бір күні ішкі жан күйзелісін психотерапевтке айтып бергенде, ол баланы жай ғана өзін тым қатты жақсы көретін адам деп ойлады. Ол Макстың жүзін көргісі келіп табандап тұрып алды да, оны көрген сәтте-ақ жан тапсырды. Алайда тым сұлу болу қылмыс емес. Сондықтан полиция Макске ештеңе істей алмады. Ал Макс болса өз түрін жек көретін. Ол бар болғаны қарапайым адам болып өмір сүргісі келді. Амалы таусылған ол көпірге барып төмендегі суға телміріп тұрады. Сол кезде оны бір қыз тоқтатты. Оның аты Алекс болатын. Ол Макске өмірдің әлі де мәні бар екенін айтты. Қыз оны қарттар үйіне ертіп барады. Екеуі күнделікті қажет заттарды алу үшін дүкенге де бірге баратын. Тіпті тәттілерге толы ваннада отырып ұзақ әңгімелеседі. Макс оған өзінің құпиясын ашты. Бірақ оның таңданысына орай Алекс оған бірден сенеді. Ол да өз құпиясын айтып, жүрек ауруына шалдыққанын жеткізді. Кез келген қатты эмоция оның өмірін қиюы мүмкін. Бұл екеуі тағдырдың қарғысына ұшыраған жандар сияқты еді. Бірақ уақыт өте келе олардың жүректері бір-біріне жақындай түсті. Көп ұзамай Алекстің жағдайы нашарлай бастайды. Ол үйде қамалып отыра бергісі келмеді. Сондықтан Макс оны мектеп бітіру кешіне алып барады. Бұл Алекс көптен бері баруды армандаған кеш еді. Макс күшік бейнесіндегі маска тағып алды, ал Алекс күлімдеп онымен бірге билейді. Екеуі бақытқа бөленіп жүрген сәтте Алекс кенеттен дәретханаға барғысы келетінін айтты. Көп ұзамай Макс оны жедел жәрдем алып бара жатқанын көреді. Ол бірден оның соңынан аттанды. Өлім аузында жатқан қыз. Соңғы сәтінде Макстың түрін көргісі келетінін айтады. Бірақ жігіт оған өз жүзін көрсете алмады. Себебі сүйген адамының өзінің кесірінен көз алдында өліп кеткенін көргісі келмеді. Тіпті Алекс оған қорықпай қарау үшін өзінің бетін әдейі жарақаттап, ұсқынсыз етуді де ойлады. Бірақ ата-анасы оны тоқтатып қалады. Ұзақ ойланғаннан кейін Макс ақыры Алекстің соңғы тілегін орындауға шешім қабылдады. Ол күннен қорғайтын көзілдірігін шешіп, бетіндегі бинттерді баяу ала бастайды. Содан кейін Алекстің жанына жатып, өзіне бұрылып қарауын өтінді. Сол сәтте ғажайып жағдай болады. Алекс бірден қайтыс болған жоқ. Екеуі қуаныштан көздеріне жас алып, бір-бірін құшақтайды. Ақырында Алекс тыныш қана өмірден өтті. Ал Макс өз-өзін қабылдай алды. Сөйтсе, оның керемет сұлу жүзінің артында таңғаларлық бір құпия жасырынған екен. Фильмнің атауы «Убийственная внешность».